мына қайныным надоел уже ше қатынмен бірге. Вообще ешнәрсе жинамайды ғой ше. Қашан бөлек шығамыз? Сабыржан, сабыр! Айбай, не сонша ұрасың? Мына итсалақ қатын уже надоел ше. Топырлап отырмыз ғой. Бөлек шығайықшы, пожалуйста. Маше, бөлек шығу үшін вообще бар ғой. 10 миллион, 20 миллион деп жинауымыз керек. Пожалуйста, кредитке болса да үй алайықшы, пожалуйста. Қаяқтан айтпай, қош. Бөлек шығамаймыз. Оған ақша жинау керек, білесің ғой? Одан кейін маманы тастап кете алмаймын мен. Үйтіп. Қазір қартайған шағында тастап кет. Анау кішкентайға сенемаймыз ғой, білесің ғой өзі. Тасташы мынаны. Сен аузың аңқиып жүргенде ана абысының сенің бөлек шығып кетейін деп жатыр. Не қылып жүрсің сен? Шықсаңдаршы бөлек. Мам, біз соны сізге айта алмай жүр едік балаңыз екеуміз. Біз Бақыт Хоум компаниясына барып консультация алып едік. Табыс растамай-ақ, атыңызда пенсионка болмаса да бір аптаның ішінде үй алып береді екен. Кім дейді? Бақыт Хоум компаниясы. Ойбай, үй алайын деп жатсыңдар ма? Иә, соны сіздерге айта алмай жүр едік қой біз. Жиналыңдар бір үй алыңдар. Ойбай, мен ана аузан қиып жүрген десем, мынауың сыр жылан болып шықты ғой. Ақша жинап қойған еще. Сендер де тоқырлап бір үйде отыра бермей, мына Бақыт Хоумнан консультация алыңдар да, қазір инстаграмын қалдырып кетем. Құрыңдар сөйтіп бөлек.